де модульде оқытуды оқушыларға сапалы білім беруде негізі оң әсер ететінін сезіндім. Және де маған бұл жағдайда бұл әдістердің ішінде топқа бөліп жұмыс жасау, оның тиімді әдіс тәсілдеріне қарай бөлу керектігі ұнады. Негізі информатика сабағында оқушылар практикалық компьютермен жұмыс жасай біледі, бірақ сабақ барысында теория жағын айтып жеткізе алмайтын оқушылар көп. Олардың жұмыс тіршілігін ұйымдастырып, сұрақ жауаптар беру арқылы пәнге деген қызығушылығын артатындығын түсіндім. Және де өзгеріс көру үшін бақылағанда ал осы оқушылардың сабақтан кейін алған сұхбаттарында оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын және олардың өзіне деген сенімділігін, есте сақтау қабілеттерінің ұлғайғандығын байқадым. Және менде болып сабақ барысында кедергілер негізінде баға қою кезінде болды. Оқушылар өзін бағалау кезінде өздері тым жоғары бағалады. Және бірін-бірін бағалауда, бір-біріне бағалауда ойларын ашық айтып жеткізе алмады. Және алғашқы кезде информатика сабағымен сыни тұрғысынан ойлауды байланыстыру қиынға соқты. Және оның нәтижесінде оқушылар топтық жұмыста жұмыс жасау жағын жақсы ұйымдастырды. Және зертханалық жұмыстарды жасай алады. Процессорда жұмыс істеудің қосымша әдістері мен режимдерін формуланы енгізу кезінде сұхбаттық терезелерді қолдана алады. Формула енгізуді өмірде қолдана біледі. Алдағы уақытта жеті модульдің тиімді желілерін пайдаланып, оқушыларға сапалы білім беремін. Іс тәжірибемде өткен тәсілдерімді жұмыс пен нәтиже арасында қарым-қатынаста талдау жасаймын. Сұрақтарыңыз болса. Вопросы? Сабақтарыңызда кері байланысын қандай түрлерін қолданасыз? Сабақта кері байланысын мына жерде мына байланыстарды қолдандым. Басқа бұл жерде барлығын түсіндім. Енді түсініп келемін.